Достар сәлем, бүгін мен сіздерге домбыра үйренудің ең оңай тәсілін көрсететін боламын. Яғни тек қана екі перненің көмегімен қалай домбыра тарту үйренуге болатынын көрсетемін. Біле білсеңіздер, мына менің 1001 терме атты каналымның ішінде қазіргі таңда 60-тан астам ән бар. Солардың көбісі осы тек қана екі перненің көмегімен тартылған әндер. Бүгінше сіздерге Марат Омаровтың «Қоштасым келмейді» әнін көрсететін боламын. Ары қарай тіркеліп кетсеңіздер, келесі сабақта тағы да бірнеше әндер көрсететін боламын. Ал ендеше кеттік. Міне бірінші орында көрсетейін. Өртенген сезімді қалайша өшірем, балалық кезімді қалайша кешірем, қалайша кешірем, алғашқы махаббат жүректі тербейді, мәңгілік бақ құсым қоштасқым келмейді, қоштасқым келмейді, қоштасқым келмейді. Міне достар, яғни екінші және үшінші перне арқылы тартылды осы әннің бәрі. Екінші және үшінші перне. Бұл жерде бізде 4 аккорд бар. 1, 2, үстіңгісі және 3, 4 болды. Осы нелерді қайталай отырып, тек кез келген ән шырқауға болады. 1, 2. Ең бастысы осыны үйреніп алсаңыздар, ары қарай кез келген ән шырқауға болады. Оны келесі сабақта көрсетемін.